Баршаларыңызға сәлем алейкум. Бүгінгі видеода мен салауат туралы айтқым келіп отыр. Мен салауат туралы видео түсірген болатын осыдан 2-3 ай бұрын, бірақ одан бері басқа да инсайттар келіп, басқа да тәжірибелер арқылы салауаттың көптеген пайдаларын көріп жатырмын. Өмірімде болып жатыр, сонымен бөліскім келіп жатыр. Салауат жарысы болып жатыр қазір Қазақстан бойынша. Қазақстан әрбір қалаларынан салауат жарысына қатысып жатыр. Инстаграм бойынша Карим Казахстан дегенде. Сода салауат жарысының мен бірінші кезеңіне қатыстым да. Сол бірінші кезеңі бойынша екінші салауат саным екінші кезеңге өтті. Енді осы бірінші кезеңде қандай өзгерістер болды, соны мен бөліскім келеді. Негізінен бірінші салауат айтқан кезде шын жүректен Алла ризалығы үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға арнап айту қажет. Егер сіз бір нәрсені шарт қойып айтатын болсаңыз, ол кезде салауаттан ләззат ала алмай қаласыз да. Мысалы, қарызымнан құтылайын деп салауат көп айта беретін болсаңыз, сіз шаршайсыз. Салауаттандай орындалмай қалса, Алла тағалаға претензияңыз пайда болады да. Сондықтан бірінші ниет таза, дұрыс болу қажет. Яғни Алла ризалығы үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға деген махаббатым артуы үшін деген ниетпен айту қажет. Сонымен қатар осы салауатты осындай ниет қойдыңыз ғой, келесі, егер сіз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туралы ақпарат білмейтін болсаңыз, онда ютубтан тыңдаңыз немесе кітабын оқыңыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірі жайлы. Өйткені сен қандай адам жақсы көресің, сен танитын адамыңды жақсы көресің, танымайтын адамыңды жақсы көрмейсің. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға шын ықыласпен, шын ниетпен салауат айту үшін біз ол кісіні білуіміз қажет, оның өмір баянын білуіміз қажет. Сондықтан егер өзіңізге байланысты кітап оқу ыңғайлы болса, кітабын алыңыз. Өзіңізге ыңғайлы тілде, қазақша немесе орысша немесе ағылшынша, өзіңізге қай тілде оқыған ыңғайлы, сол тілде алып оқыңыз. Пайғамбарымыз туралы кітаптар өте көп. Екінші вариант ол ютубтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туралы сира дейді ғой, пайғамбар өмір баян тыңдасаңыз болады. Мен Нұрсұлтан Рысмағамбетұлы деген ұстаз бар, пайғамбар өмір баянын айтады. Мен сол кісіні тыңдадым, өте күшті түсіндіреді, прям сол жақта болғандай өте жақсы әсер алдым. Немесе өзіңізге ұнайтын басқа ұстаздардың да өзіңізге түсінікті болған, жүрегіңізге қайсы жақын сол ұстаздардың сабақтарын алсаңыз болады, яғни ютубтан тыңдасаңыз болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам туралы тыңдау арқылы немесе кітап оқу арқылы біз ол кісіні білеміз, тани бастаймыз, ол кісіге деген махаббатымыз арта бастайды. Сол кезде махаббатымыз артқан сайын салауатты айтқан кезде шын жүрекпен айта бастайтын боламыз. Енді шын жүрекпен айта бастағаннан кейін Аллах тағала біздің ішіміздегі қажеттіліктерімізді орындайды. Біз айтпасақ та, тіпті дауыстамасақ та, тілемесек те Аллах тағала өзінің шексіз мейірімімен, шексіз өзінің жомарттығымен тілектерімізді орындап қояды. Соның ішінде мені таң қалдырғаны және басқа да адамдардан тыңдағаным бойынша адам тазаланады. Өйткені айтады ғой, салауат айтуларың өздеріңе пайдалы, өздеріңді тазартады дейді ғой. Менде кейбір аурулар болатын еді. Солар денеден уже салауат айта бастағалы, ол аурулар мені мазаламайтын болды да. Яғни сіздің бойыңызда қандай да бір аурулар болса, ол шығады, ол аурулар шығады. Әртүрлі жолдармен, мысалы, кейбір адамдар рактан жазылып жатады. Одан кейін барып басқа да аурулар болады, солардың барлығы денеден шығып, сіз иншалла айығасыз, денсаулыққа пайдалысы. Екінші, ризығыңыз көбейеді. Ризық деген, ол көбісі ойлайды, тек қана ақша деп. Жоқ, ризық деген ақша емес. Ризық деген ол ата-ананың ризалығы, ауа жұта алуыңыз, денсаулығыңыздың бар болуы, бала шағаңыздың аман болуы, білім алуыңыз, Алла тағаладан келетін энергия мен инсайттар, идеялар, оның бәрі ризықта. Соның бірі көп адамда кездесетін, саудамен айналысатын болсаңыз, саудаңыз көбейе бастайтын болады. Яғни ақшаңызға береке кіреді, барлық нәрсеге жететін болады. Иншалла, өзіңіздің қажеттілігіңізге байланысты болады оның барлығы да. Одан кейін барып, салауаттың келесі пайдасы ол иманыңыз күшейеді. Көп адамдар айтады ғой, таң намазына ұйықтап қала берем, иманым әлсіз болып кетті дейді. Вот сол кісілер салауатты көп айта бастағалы, көп кісілер айтады, салауат айта бастағалы бері уже таң намазына ұйықтап қалмайтын болдық. Иманымыз күшейе бастады. Мысалы, бұрын таң намазына тұру қиын болатын еді. Намаз оқыған кезде ой шашыраңқы болатын еді. Соның барлығы иншалла салауаттың арқасында иманыңыз күшейіп,
намаздарға мұқият бола бастайтын боласыз. Қазір одан кейін барып келесі пайдасына келетін болсақ, салауат айта беру арқылы Аллах тағала сізге жаңадан адамдарды таныстырады, яғни білім іздеп жүретін болсаңыз, білім жолында өзіңізге керек адамдарды Аллах тағала жолықтыра береді. Жаңа орта қалыптастырасыз. Одан кейін барып біреуге деген ренішіңіз болса, қазір психологияда травма, детская травма деген хит болып кетті ғой. Соның барлығы негізінен салауат айту арқылы кетеді. Өйткені салауат айту арқылы адам бойындағы реніш, ыза, біреуге деген өшпенділік бәрі кетіп қалады. Ешкімде жұмысыңыз болмайды. Яғни адамдарға деген мейірімділік пайда болады. Жаман ойлардың бәрі кете бастайды. Өйткені салауат айту арқылы негізі шайтанда жаман ой салады ғой, ол да әлсірей бастайды. Сондықтан сіздің санаңызда тазара береді. Енді пайдасын айта берсем өте көп. Ол туралы YouTube'тан да, видеолардан да көрген болатын шығарсыздар. Бірақ мен өзімнің өмірімде болып жатқан осындай өзгерістермен бөліскім келіп отыр да. Ең бастысы, осы салауат айтар кезде ниетіңізді дұрыстап, одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям туралы біліміңізді көбейте беріңіз. Одан кейін барып Инстаграмда Карим Казахстан салауат жарысына қатыса беріңіз. Яғни ол өзіңізге пайдалы ше. Оқта женем, ұтам деген мақсатта емес, өзіңіздің өміріңіз иншалла жақсы жаққа қарай өте көп өзгеріске ұшырайды. Сол салауат туралы осыны айтқым келген. Басқа да сұрақтарыңыз болса, астына жаза кетіңіздер. Мен всегда жауап беремін. Және де келесі видео қандай тақырыпта болсын, сонда жаза кетсеңіздер болады. Баршаларыңызға ассаляму алейкум.